Жалқау қоян ертегісі. Баяғы өткен заманда орманда құрғақшылық болыпты. Жаз келсе де бір тамшы су, жаңбыр жаумапты. Шөлден азап шеккен жануарлар бір шарасын ойлап табуға жиналыпты. Сөйтіп араларындағы біреудің ұсынысымен құдық қазуға бел болыпты. Барлық жануарлар тіпті құстарға шейін күндіз-түні еңбек етіп құдық қазуға кірісіпті. Бірақ араларында қоян ғана «Мен әлі кішкентаймын» деп жалқауланып жұмыс істегісі келмепті. Қоянның бұл еркелігі басқа жануарлардың ашуына тиіпті. Сөйтіп жануарлардың еңбегі босқа кетпей, қазған құдықтарынан мұздай су шығыпты. Мұны көрген олар қуанып, суды қанып ішіп әрі жуыныпты. Ал құдықтың қазылуына көмектеспеген қоян ғана су ішіп алмапты. Орман патшасы арыстан қоянның құдыққа жақындамау үшін күн сайын кезекші қойып қоятын болыпты. Қоян істеген ісіне іштей өкінсе де, бұл өкінішінен ешқандай пайда болмапты. Бір күні түнде кезекшілік пілге келіпті. Мен дос болған қоян ешкімге білдірмей маған су бер деп қасына барады. Сөйтсе піл ұйықтап жатыр екен. Қанша оятса да ұйқысынан тұрмапты. Болмаған соң құлағына барып айқайлапты. Ұйқысынан шошып оянған піл құдықтың шетінде үйіліп тұрған үйіндіні құдықтың ішіне құлатып алады. Осылайша құдық бітеліп қалыпты. Болған оқиғаға қатты қайғырған піл, мұның бәрі менің кесірім. Енді не ішеміз? Ертең жануарлар не дейді? Деп жылай бастапты. Қоян болса: досым, қайғырма, бір жолын табармыз. Екеуміз де осы құдықты қазатын болсақ, таң атқанша бітіріп қаламыз депті. Сен кішкентай әрі әлсізсің ғой, десе қоян, көр де тұршы менің қалай жұмыс істейтінімді. Шынында да қоян білегін сыбанып, іске кірісіп таң атқанша пілмен бірге құдықты қазып тастапты. Таңертең жиналған жануарлар барлық жағдайдан хабардар болады. Олар қоянға алғыстарын білдірген екен. Ал қоян болса өзінің жалқаулығы үшін аңдардан кешірім сұрапты. Міне осымен ертегі аяқталды. Сау болыңдар.